Сәлеметсіздер ме? Жамбыл ауылындағы номер 2-ші орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататынын дәлелдеу. Химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарына мысал келтіру. Сабақтың мақсаты. Химиялық элементтердің табиғи топтары бойынша бірінші топ А тобы сілтілік металдар деп аталады. 7-ші А тобы галогендер, 8-ші А тобы инертті газдар, қосымша топшадағы орналасқан элементтер ауыспалы металдар. Сонымен қоса 6-шы А топ элементтері халкогендер деп аталады. Өткен тақырыпты саралау. Ауызша жауап беріңіздер. Ең жеңіл элементті атаңыз. Сутек. Реттік номері 12-ге тең элемент. Магний. 3-ші периодтағы металдар. Натрий, магний, алюминий. Атомдық массасы 80-ге тең элемент. Бром. 2-ші периодтағы бейметалдарды атаңыз. Бор, көміртек, азот, оттек, фтор. 4-ші период, 1-ші топтың қосымша топшасында орналасқан элемент. Мыс. 1-ші А тобы сілтілік металдар. Сілтілік металдарға жататын элементтер. Литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций элементтері. Олардың физикалық қасиеттері бойынша өте жұмсақ, иілгіш, кейбірі оңай кесіледі, өте белсенді, ең белсендісі франций элементі. Сумен әрекеттесіп сілті түзеді. Металдардың физикалық қасиеті бойынша балқу және қайнау температуралары жоғарыдан төмен қарап бәсеңдейді. Қаттылығы бойынша литий жұмсақтау, натрий жұмсақ, калий элементі өте жұмсақ. Оларды суретін де көре аламыз. Литий, натрий элементі, калий, рубидий, цезий, франций элементі. Сілтілік металдар бойынша бейнематериалды тамашалайық. Сілтілік металдар өте жеңіл болып келеді. Басқаша айтқанда, олардың тығыздығы өте төмен. Сілтілік металдардың ішінде тығыздығы ең төмені литий. Натрий мен калийдің тығыздықтары судың тығыздығынан кем. Ал рубидий мен калийдің тығыздығы судыкінен біршама артық. Осылайша біз атомдық нөмірдің артуымен тығыздықтың тұрақты түрде өсетінін байқай аламыз. Сілтілік металдардың ішінде кең таралғаны натрий және калий элементі болғандықтан, сол бойынша бейнематериалды тамашалайық. Сілтілік металдар жоғары химиялық белсенділікке ие, сондықтан олар табиғатта бос күйінде емес, тек химиялық қосылыстар түрінде кездеседі. Ең көп таралған сілтілік металдарға натрий мен калий жатады. Натрий көбіне ас тұзы деген атпен белгілі натрий хлориді және натрий нитраты түрінде, сондай-ақ құрамы күрделі көптеген минералдар түрінде де кездеседі. Калий болса, әдетте калий хлориді және калий нитраты түрінде кездеседі. Теңіз суының құрамында калий мен натрий иондар түрінде болады. Қалған сілтілік металдар аз ғана мөлшерде кездеседі және кең таралмаған. Францийді табиғатта табу мүмкін емес десе де болады, өйткені ол радиоактивті ыдырауға тез ұшырайды. Оның жартылай ыдырау периоды өте қысқа, жуықтап 21 минутқа тең. Францийдің өте аз мөлшерлері ядролық реакциялар арқылы жасанды жолмен алынған. Тамаша. Ал енді 7-ші А тобы галогендер тобына тоқталсақ. Галогендер 7-ші топта негізгі топша элементтері. Оған жататын элементтер фтор, хлор, бром, йод, астат элементтері. Фтор бейметалдардың патшасы деп саналады. Ол элемент ең белсенді
табиғатта ашық сары түсте кездеседі. Хлор сарғыш жасыл түсті өте улы газ. Бром қызғылт қоңыр түсті сұйықтық. Йод элементі қара күлгін түсті қатты зат. Ал астат элементі қасиеті йодқа жақын. Галогендер топшасы бойынша бейнематериалды тамашалайық. Хлор атомының сыртқы электрондық қабатында 7 электрон бар. Хлор атомына өзіне жақын орналасқан аргон газының тұрақты электрондық конфигурациясына жету үшін тек бір ғана электрон жетіспей тұрғанына назар аударыңыз. Осының салдарынан хлор атомдары электронды октет құрылымына ие болу үшін бір электронды қосып алуға тырысады. Егер екі хлор атомы өзара әрекеттесе, әр атом ортақ электрон жұбын түзу үшін бір электрон береді. Нәтижесінде әр ядро өз айналасында тұрақты электронды октетке ие болады. Екі атомды молекула түзіліп, ондағы екі атом өзара коваленттік байланыспен байланысады. Қалған галогендер фтор, бром және йод барлығы екі атомды молекула күйінде барлық физикалық күйде, яғни қатты, сұйық және газ күйінде кездеседі. Келесі 8-ші А тобы инертті газдар. 8-ші А тобындағы инертті газдарға гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон элементтері жатады. Инертті газдар бекзат газдар деп те аталады. Физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты бекзат газдар кең қолданылады. Мысалы, астростатта, металдық дәнекерлеуде, жанамалық лампаларда көп қолданылады. Азот гелий элементі газ шарында кеңінен қолданылады. Неон жарық беруші лампалар ретінде қолданылады. Аргон элементі, криптон, ксенон, радон. Тақырып түсінікті болса, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Төмендегі кестені толтыр. Асыл газдар ұяласына жататын элементтер. Асыл газдардың валенттілік деңгейінің конфигурациясы. Асыл газдар ұяластарындағы ең үлкен радиусқа ие элемент. Асыл газдар ұяластарындағы ең кіші радиусқа ие элемент. Атмосферадағы ең көп таралған асыл газ. Әуе шарларын толтыру үшін кеңінен қолданылатын асыл газдар ұяластарындағы элемент. Екінші тапсырма. Галогендер туралы тұжырымдардың ақиқат немесе жалған екенін анықта. Бірінші, бөлме температурасындағы галогендердің физикалық күйі топ бойынша төменге қарай, газдар қатты күйге дейін өзгереді. Топ бойынша төменге қарай галоген атомдарының валенттілік электрондар саны артады. Жоғарыдан төменге қарай энергетикалық деңгейдің саны артуымен галогендердің атомдық радиусы артады. Төртінші, галоген атомдары өздері орналасқан периодтарында ең аз өлшемге ие. Галогендер екі атомды молекулалар түзбейді. Ақиқат немесе жалған екенін дәптерге жазбаша орындаңыздар. Кестені пайдаланып, сұрақтарға жауап беру. Қай элемент атомында 13 электрон бар? Қай атомда нейтрон жоқ? Қай 3 химиялық элемент атомында нейтрон, протон, электрон сандары өзара тең? Қай 2 химиялық элемент атомында нейтрон сандары тең? Қандай атомда протон және электрон сандары тең? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет.